Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы 110 сабақ. Бүгін тақырыбымыз монеталардың құны. Бірінші есеп: балалар жинақ қобдишаны ашпақ болды. Жинақ қобдишада қандай монеталар болуы мүмкін? Оларды ата дейді. Әрбір әмиянда қандай монеталар болуы мүмкін? Мысалы, сырымда 10 теңге, әлияда 15 теңге, санатта 18 теңге болуы мүмкін. Әр әмияннан 5 теңгеден алынды дейді. Олардың әрқайсысында қанша теңгеден қалды дейді. Сырымда 10 теңге болса, 5 теңгені алатын болсақ, 5 теңге қалады екен. Әлияда 15 теңге болса әмиянында, одан 5 теңгені азайтсақ, 10 теңге қалады екен. Сонымен балалар, баға дегеніміз бұл бір тауар, яғни біздің сатып алатын затымыз үшін төленетін ақша. Мысалы, біз дүкенге баратын болсақ, кез келген затты сатып алатын болсақ, оған біз ақша төлеп аламыз, иә? Суреттерге қарайық. Мороженое 90 теңге, шоколад 100 теңге, нан 70 теңге. Міне осылай бұларды біз сатып алу үшін, бұлардың барлығына біз, яғни тиынды ақшаны қолданады екенбіз балалар. Екінші тапсырма: бірінші есепті шығар дейді, кері есеп құрастыр. Әлияда 100 теңге бар, сырымда 60 теңге бар. Әлияның қанша теңгесі артық дейді. Сонымен әлияда 100 теңге, сырымда 60 теңге деп жазып алайық. Және әлияда сырымнан неше теңге артық? Шешуі: 100 азайту 60 тең 40. Жауабы 40. Сонда әлияның 40 теңгесі артық екен. Нұсқасы: монеталар мен 100 теңгені, 60 теңгені жинап көр дейді. Өзіңнің нұсқаңды жаз. Мысалы, 100 теңгенің монеталармен құрастырып көретін болсақ, 50 теңге, 40 теңге, 10 теңгелерді құрастыра аламыз. Және тағы да бір құрастыратын болсақ, 30, 20, 50 сандарын құрастыра алады екенбіз. Үшінші, сана сұрақтарға жауап бер. Қайсы әмиянда ақша аз? Бірінші әмиянда ақша аз. Қайсы әмиянда ақша көп? Екінші әмиянда. Қайсы әмиянда монета көп? Төртінші. Және қайсы әмиянда монета аз? Екінші әмиянда монета аз екен балалар. Төртінші, теңдеулерді шеш дейді. Мысалы, біріншісіне шығарып көрейік. Y қосу 1 тең 10, Y тең 10 азайту 1, Y тең 10-нан 1-ді алсақ 9. Сонымен Y-тің орнында 9 саны шығады екен. Қалған есептерді де тура осылай шығарамыз балалар. Бесінші есеп: не сатып алатыныңды таңда дейді. Төлем жасайтын монеталарды жина. Мен мысалы алма сатып аламын. Алма 80 теңге тұрады. Мен 20 теңгелік монеталарды жинаймын. Сен өзің не сатып алатыныңды таңдап, және төлем жасайтын монеталарыңды жинастыр. Жақсы балалар, сау болыңдар. Каналға міндетті түрде жазылып алыңдар.